Айнұр мен Болаттың отасқандарына 16 жыл болды. Екеуі шын ғашық сезіммен бірін-бірі сүйіп бас қосқан. Екеуі де байырғы қала тұрғындары. Болат қарапайым қызметкер болып еңбек жолын бастап, қазір мемлекеттік қызметке беделді қызмет атқарады. Ал Айнұр тұрмысқа шыққалы жұмыс жасап көрмеген. Әу бастан-ақ күйеуі ер төздің адамы, әйел үйдің адамы деген ұстанымды ұстап, бұның жұмыс жасауына рұқсат бермеген. Оқыған оқуы болғанымен бар жағдайын жасаймын деп тұрған жары болған соң, Айнұрда жұмыс іздеуге құлқы болмай, өзін үй шаруашылығына арнауды жөн көрген. Үйленгендеріне 1 жыл толғанда шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелсе, 1 жыл өтпей сүйкімді қызды болған. Айнұрдың бар ойы осы сәбилерін аяққа тұрғызу болған. Болат жұмысқа ерте кетіп кеш келетін. Үй менен бала тәрбиесі толықтай өзінің мойнына түскен Айнұрдың іші пысатын уақыты жоқ еді. Бар көңілін балаларына арнап, жақсы бала бақша таңдап, жақсы мектепке беріп, түрлі үйірме, қосымша сабақтарға тасып жүргендіктен, екі баласы да сабаққа зерек, ақылды болып ер жетіп келеді. Қазір арманы 15-ке толса, қызы Ақерке 14-ке аяқ басты. Жоғарғы сыныптарға көшкен екеуіне алдағы сынаққа дайындалу үшін бар жағдайын жасап, үйдегі шаруашылықты дөңгелетіп, ас тағамдардың да түр-түрін дәнділеп жасаудан шаршамайтын Айнұр өзіне де көңіл бөлуге уақыт табады. Күйеуінің әкелген табысын ұқсататын ол үйінде жайнатып қойып, өзі де сұлулық салонына жиі барып, өзін-өзі күтіп, денесіне түрлі массаж, бетіне косметикалық күтімдер жасатып жүргендіктен мүсіні де, бет әлпеті де жайнап тұр. Жасы 40-қа келіп қалғанмен де өз жасынан әлдеқайда жас көрінеді. Болат екеуі әлі бір әй-шәй десіп көрмепті. Кей кезде бірдеңеге ренжісіп қалса, екеуі де бір-бірінен кешірім сұрап, тезірек татуласуға тырысатын. Жанындай жақсы көретін жан-жарын Айнұр ерекше құрметтеп, киіміне шаң жуытпай, дәмді тамағын ертерек тұрып дайындап, таңғасын беріп, жұмысына шығарып салып, кешкілік қанша кешіксе де балаларын тамақтандырып, өзі тамағын суытпай күтіп отырып, екеуі шүйіркелесіп отырып шай ішкенді жақсы көретін. Қазіргі тұрып жатқан үйлері 3 қабатты, өте әдемі, есіктерінің алды жайқалған гүлдер. Екеуінің де астында суда жаңа көлік. Қысқаша айтқанда, 4 түліктері сай. Өмір бойы үйде отырса да Айнұр өзін-өзі дамытудан шаршамайтын. Қазіргі әлеуметтік желі арқылы жақсы тағам дайындаудан бастап, өзін-өзі күту, жақсы сөйлей білу, онлайн йога, фитнес дейсің бе, неше түрлі сабақтарға қатысып, тіпті еркектің төсек қатынасынан жалықпау үшін не істеу керек деген әйелдерге арналған курсы да оқып тауысқан. Қанша дегенмен 16 жыл бір болғаннан соң күйеуінің ойынан шығуға тырысып, түрлі төсек ойындарында ойлап тауып, жас қыздардай қылмыңдап тұратын келіншегін Болатта ерекше сүйеді. Себепсіз-ақ түрлі сыйлықтар сыйлап, сезімін ыстық құшағымен білдіріп жүретін күйеуімен Айнұр да бақытты. Осылай жарқын күндерін бастан кешіп жатқан Айнұр кейінгі кезде Болаттың жұмыстан өте кеш шаршап келетінін байқап алаңдап, «Бәке, бүгін тағы көңілсізсің ғой. Бір жерің ауырып жүрген жоқ па» деп қою шайын ұсынды. «Жоға, жұмыс ауырлап кетті» деп қабағын түйген Болат шарылдап ала жөнелген телефонын алып, столдан тұрып сыртқа беттеді. Қолындағы кесесін ұсынған күйі жарты жолдан қайтарған Айнұр үнсіз ғана үстелді жинауға кіріскен. Жарытып, тамағында ішпеген күйеуіне алаңдап, қалған тамақтарды есік алдындағы қазан ошақ орналасқан жердегі тоңазытқышқа салып келуге асыға шықты. Күн суытып тұрған соң Болаттың үстіне де жылы киімін ала шыққан ол көз жүгіртіп еді, күйеуі көрінбеді. Тамақтарды салып болып, енді Болатты іздемекші болған кезде жақындап қалған аяқ дыбысымен бірге күйеуінің дауысы естілді. «Иә, жаным. Ертеңде сол жерде күтемін. Кешікпей келсеңші жаным. Әйтпесе бүгін үйге тым кеш оралдым. Жақсы. Мен де сені сүйемін» деген сөздерді естіген кезде Айнұрдың құлағы шыңылдап, көзі қарауытып кетті. Тұрған орында қаққан қазықтай қатты да қалды.
Бұны байқамаған Болат ақырын басып үйге кіріп кетті. Басына жай түскенде болып тұрған орнынан қозғала алмай қақайып қалған Айнұр біраз уақыт өткен соң ғана үйге кірді. Балалар да Болат та жатып қалыпты. Сонда да біраз ас үйде жыбырлап жүріп, күйеуі әбден ұйқыға кетті-ау дегенде жатын бөлмеге бірақ кірді. Болат шырт ұйқыда жатыр. Ақырын барып қолына оның телефонын алып, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Бұрын соңды ешқашан Болатқа сенбеу, ол туралы жаман ой ойлау деген ойына келмейтін Айнұр күйеуінің телефонын өмірі тексеріп көрмепті. Дірілдеген қолдарымен WhatsApp желісіне кіріп, келген хабарламаларды оқуға кірісті. Мұна бір Жан деген адамның жазғандарын оқып, құйқа тамыры шымырлап кетті. Жаным, бүгінгі керемет күн сыйлағаның үшін көп рахмет. Сені сағынып кеттім. Қашан ғана екеуміз мәңгілік бірге болар екенбіз. Сүйдім сені деген жазуларды қайта-қайта оқыған Айнұрдың көздері тұманданып, қолдары дірілдеп отыр. Бағанадан өз құлағына өзі сенбей отыр еді. Бәрі шын екен ғой. Сонда қалай болғаны? Осыған дейін бұны аймалап сүйген, түрлі сыйлықтар сыйлап, шын ғашық деп ойлап жүрген жан-жары сонда қашаннан бері басқа жанның құшағына құлаған. Ойына күйеуінің жігіттермен моншаға, балыққа, аңға кетіп бірнеше күн үйге қонбайтын кездері, жұмыстан шаршап келдім деп, үйге кеш келетін кездері келіп, жүрегін қызғаныш сезімі осып өтті. Не істесе екен? Өз құлағымен естімесе ешқашан Болат өзіне опасыздық жасайды дегенге сенбеуші еді. Құдай-ау, не жетпейді екен оған. Бүкіл өмірін сонымен балаларына арнап, көңілін тапқысы келіп, жалпылдаған үшін кінәлі ме бұл? Ашуы келіп, ұйықтап жатқан күйеуін төсектен жұлып алғысы келген, бірақ ашуын ауыздықтай алды. Ал қазір айқайға басып оны үйден қуып шығар, бірақ одан не ұтады? Жастайынан қосылып, бар жағдайын жасап, қызметтен қызметке көтерілуіне себепші болып, енді міне, барлық жағдайын жасап алған даптайын күйеуін қайдағы бір шөп жеркеге өз қолымен сыйлай сала ма? Жоқ, олай істеген дұрыс емес. Мүмкін бұл кездейсоқ кездесіп, күйеуінің басын айналдырып алған біреу шығар. Ал сол нақұрыс үшін жанұясын бұзып, балаларын тірі жетім жасайтын ақымақ емес бұл. Осылай өзімен өзі күбірлеп, сабасына түскен Айнұр түк болмағанда төсегіне келіп жатқанмен ұйқысы келмей, таңды көзімен атырды. Таңертең әдеттегідей таңғы тамағын жасап, балаларын беттерінен сүйіп мектепке, күйеуін жұмысына шығарып салды. Күндегідей құрақ ұшпай, салқын қабақ танытқан келіншегіне барлай қараған Болат. Айка, бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой деді. Жай әншейін. Неке жүзігімді жоғалтып таба алмай қойдым, деп сылтауратқан Айнұр бұрылып кетті. Кеше ашуланып жүріп лақтыра салған жүзігін іздеуге де құлқы жоқ. Енді сол жүзікті таққысы да келмейді. Үйде жалғыз қалған соң ішіндегі жынын шығарып, дауыстап тұрып, жылап алған ол үйінен тезірек шығып кеткісі келді. Өз қолымен әр дүниесін таңдап, мәпелеп сақтап, үйіне ерекше шырай кіргізгенді жаны сүйетін Айнұрдың енді еш нәрсеге құлқы жоқ. Осы үй-жай деп жастық шағын сарп етіп, күйдім-сүйдім деген жарының сөзіне малданып жүре беріпті ғой бейшара. Жылай-жылай, әлі құрған ол, айнаға қарап біраз тұрды да телефонын алып, Гүлжан құрбысына хабарласып, сол жаққа шығып кетті. Гүлжанға келіп, көрген-білгеннің бәрін айтып, шағымданып, екеуі бір құты шарапты тауысып тастады. Ішкен шарабының буы басына ұрған Айнұр кетем, ажырасамға басты. Құрбысы, ал, ажырас, не ұтасың? Мені қарасаңшы, ойбай, намысым тапталды, опасыздық жасады деп, бірінші күйеуді қуып шығып, екіншісіне тидім. Оның да көзіме шөп салғанын көтер алмай, бір түйе балалармен жалғыз қалдым. Ешкім керек жоқ. Мен кереметпін дегенмен де кей кезде қасқырша ұлып кететінімді сен білмейсің ғой деп, көзіне жас алған. Мені тыңда, ақмақ болма. Өз-өзіңді қолыңа ал. Болатқа ештеңені білдірме.
Бірақ үйде де омалып отырғаныңды қой. Ертеңнен бастап менімен бірге таңертең фитнес залға, кешке бассейнге барамыз. Айттым, болды. Ерегескенде соған қарап, бір тұтқаныңды қойып, өз бағаңды көрсете біл. Әрі ойың бөлінеді. Әрі күйеуің өзақ тоңпаңдап қайтып келеді. Осы айтқаным келмесе, мұрнымды кесіп берейін деген құрбысының ақылын құп алып үйіне қайтты. Үйіне келсе, балалары ұйықтап қалыпты. Ал Болат әлі жоқ. Сағат түнгі 11-ден асыпты. Кешегі хабарламаға қарағанда, ол әйел сүлікше жабысып, күйеуінен айырыла қоймайтын сияқты. Бәрінен де Болатты айтсаңшы, Құдай-ай, тіпті өңін бермейді. Қалай ғана адам осынша 200-ді болады екен. Тағы да неше түрлі ой жегесін жеп, дөңбекшіп жатқан Айнұр, Болат келгенде өтірік ұйықтаған бола қалды. Ақырын қасына жатқан күйеуі көп ұзамай қорлыға басты. Онысы қалжырап, шаршап жатқан Айнұрдың жүйкесіне тигендіктен, орнынан ақырын тұрып кетіп, басқа бөлмеге жатуына тура келді. Сөйтіп өмірінде бірінші рет жар төсегінен жерініп, бөлек жатқан, ол өмірдің енді қайта бұрынғыдай болмасын сезініп, күрсінумен жатыр. Таңертең ешкім тұрмай жиналып, далаға шығып кеткен Айнұр, Гаухар айтқан фитнес орталығына бет алды. Бұрындары, құрбысы қанша шақырғанмен бұнда жерге тек ақшасын бекер шашатын еріккендер барады деп есептейтін еді. Жаттығуға арналған киімін ауыстырып, имене кірген бұны қарсы алған жігіт: «О, сұлу бикеш, қош келіпсіз. Сізді біздің орталықта көргеніме өте қуаныштымын» деп, осы жердің тәртібімен таныстырып, өзінің бүгіннен бастап бұның жеке жаттықтырушысы болатынын айтқан. «Атым Дархан. Қандай сұрақтарыңыз болса да жауап беруге дайынмын» деп күлімсіреген жігітпен бірге түрлі жаттығулар жасауға кіріскен Айнұр уақыттың қалай өткенін сезбей қалды. 1,5 сағат лезде өте шығып, жуынып, шайынып, бұл жерден шыққан оның үйге қайтқысы жоқ. Ойланып тұрған оның ту сыртынан келген Дархан: «Айнұр, сіз әлі қайтпағансыз ба? Мына жерде керемет дәмді кофе дайындайды. Менімен бірге таңғы ас ішуге қалай қарайсыз?» деді. Бұрынғы өзінің жұмағым деп санайтын үйі аяқ астынан өзіне жат болып қалған Айнұр қуана келісті. Әдемі жабдықталған кафеде баяу әуеннің ырғағы құлаққа жағымды естіліп, қанша уақыт аласұрған көңілі жай тапқандай. Дархан алдамапты. Кофе өте дәмді екен. Қарсы отырған Дарханға барлап қарап қояды. Ақ құба өңді, қою қара шашты, тал бойында бір мін жоқ десе де болады. Әсіресе нұрлы көздерін жапқан қалың кірпіктері талай қыз қызығатындай екен. Екеуі әңгімелесіп бірталай уақыт отырды. Дархан қалаға жақында ғана келіпті. Әке-шешесі ерте дүние салып, нағашыларының үйінде тәрбиеленген екен. Жастайынан спортқа жаны жақын болып, түрлі жарыстардан жүлделік қайтып жүрген ол сабақтардан айтарлықтай жетістік көрсетпесе де, физкультура институтын ойдағыдай аяқтап, ауылда 1 жыл дене шынықтыру пәнінен сабақ беріпті. Жақында анасының орнын басқан нағашы апасы дүние салып, ауылдағы аға жеңгесіне ауыртпашылық салғысы келмей, үлкен қаланы бағындыруға келген бет екен. Жалдамалы пәтерде тұрып жатқан ол, мынадай беделді орталыққа жұмысқа кіргеніне өте қуанышты. Дарханның әңгімесін тыңдап отырғанмен Айнұрдың ойы басқа жақта. Шынымен де Гүлжан дұрыс айтыпты. Ойы бөлініп, төрт қабырғада өзін-өзі жылып жегенше, мұнда келгені дұрыс болған екен. Дарханмен қоштасып үйіне келсе, ас үстелінде бір жапырақ қағаз жатыр. «Айнұр, мен 10 күнге жұмыс бабымен жол сапарға кеттім. Саған телефон соғып едім, алмадың. Бетіңнен сүйдім» деген Болаттың хатын оқып, телефонын қолына алды. Иә, шынымен де 7 рет телефон шалған екен. Жаттығу уақытында телефонын шкафта қалдырған ол тексермепті де. Бұрын балаларға үйіне алаңдап бір жерге шықса, қайта-қайта телефонын тексеретін ол, бүгінгі қылығына өз-өзіне таң қалып отыр. Болаттың опасыздығын білгеннен бері өмірге деген қоштарлығы жоғалып кеткендей ме? Мына хатты оқыған соң, мойнынан бір алып күш төскендей күйгенді.
10 күндей болады. Көрмейтініне іштей қуанып тұр. Бірден жаңа ғашығымен кетті екен деген ой келгенімен, тіпті қызғанбайтындай. Бірдеңе ішінде үзіліп кеткендей. Не дегенмен де, Болаттың қасында ішінде қайнап жатқан ашу ызаны білдіртпей, ештеңе сездірмей, жүре алуы екі талай еді. Ойлап қараса, балалары есейгеннен бері олармен де аралары алыстап бара жатқандай. Бұрынғыдай аналарына сырларын айтып, еркелемейді. Тамақтарын ішіп алып, өз бөлмелерінде телефондарын шоқылап, сабақтарын қарап, әркім өзімен өзі. Жалғанда жалғыз қалғандай көңілі қайта құлазыған Айнұр терең күрсініп төсегіне қисая кетті. Ал енді 10 күні бар. 10 күн. Не өзгеріп кетеді, бірақ 10 күннің ішінде. Осылай ой шырмауынан шыға алмай жатып, 2 күнге ұйқы жеңіп қатты ұйықтап қалған ол түс ауа бірақ оянды. Балаларын мектептен қарсы алып тамақ ішуге отырған. Құлақ қаптарын шешпей үнсіз тамақтанып отырған екеуін әңгімеге тартып көріп еді. Я жоқтан басқа жарытып ештеңе айтпай. Қиын сабақтарын сылтауратып өз бөлмелеріне кетуге асықты. Біраз фотоальбомдар ақтарып, Болат екеуінің балалармен жүздері бақыттан балбұл жанып түскен суреттерін қарап, көзінен жасы еріксіз төгілген Айнұр Болатқа хабарласпақшы болып еді. Оның телефоны сөндірулі екен. Міне, содан бері 5 күн зу ете қалды. Болат тек бір рет хабарласып, енді ауылға кететінін, ол жақта байланыс мүлде болмайтынын айтқан. Үйіне келсе, бойын көңілсіздік жаулап алатын Айнұр қазір күнделікті жаттығудан соң дүкен аралап, сенделіп бос жүріп, үйіне кеш бата бірақ келетін болған. Күнделікті таңғасын Дархан екеуі бірге ішуді әдетке айналдырған. Өте ашық, ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін әңгімешіл Дарханды Айнұр өз бауырындай көріп, бауыр басып қалды. Бірақ кейде оның өзіне біртүрлі қарағаннан секем алып қалады. Жасы небәрі 26-дағы жас жігіттің өзіне тесіліп қарап қалған көз қарасынан өзін ыңғайсыз сезініп, не істерін білмей, беті қызарып шыға келетін Айнұр. Қой, бұным қай сасқаным. Әлдене ойыма келетіні несі? Жап-жас жігіт маған қызығатындай мен кіммін деп өзін өзі жерден алып, жерге салып өз ойынан ұялып қалатын. Басынан ақ 2 ересек балалары барын, күйеуімен тату-тәтті өмір сүріп жатқанын айтқан. Күйеуіне деген өкпесін жете танымайтын адамға жайып салатын ақымақ емес қой. Сондықтан Дархан да оған жанына жақын апайындай қарайды да. Осылай біраз көңілі тыныштанып, жай тапқан Айнұр бүгінде Дарханның айтқан күлдіргі әңгімесіне шексілесі қатып күліп отыр. Шыны керек, осы Дарханмен өткізген уақытында өміріндегі келеңсіз жайттар ойынан шығып, жаны серпіліп қалады. Тіпті ол жұмысына кіріп кеткенше соңынан қарап тұрып, үйіне қайтқысы келмей, шаршағанша жүріп, түс ауа еріксіз үйіне қайтатын болған. Бұрындары өзіне сондай ыстық көрінетін үйі соп-суық болып кеткендей. Осы жай ойына түсіп кеткен Айнұр күлкісін қойып мұңая қалды. Түх, Айнұр, сіз бар ғой, кейде құбылмалы сынап сияқтысыз. Біресе жадырап отырасыз да, лезде көзіңіз мұңайып шыға келеді. Себебі не екен осы құбыластың деген Дархан орнынан тұрып бұның бетінен шымшып алды. Бұндайды күтпеген Айнұрдың беті алаулап шыға келді. Қойыңшы Дархан, қайдағына айтпай. Несіне мұңаямын, сізге солай көрініп кеткен шығар деп, бетін ала қашты. Маған осы сіз деп сызылғаныңызды қойыңызшы. Мен де енді сенге көрсем қалай болады деп көзін қысқан Дархан қутыңдап қояды. Жарайды, сен дей бер мағанда. Қанша дегенмен, менің жаттықтырушымсың ғой, деп күлімсіреген Айнұрдың көңілі көтеріліп қалды. Айнұр, мен сені бүгін кешке туған күніме шақырғым келіп тұр. Келісесің ғой. Ой, маған неге ертерек ескертпедің? Бүгін туған күнің бе деп сасып қалған Айнұрдың Дарханның ұсынысын қабылдауына тура келді. Сөйтіп кешкісін балаларына құрбысының үйіне барып кешірек келетінін айтып, Дархан айтқан мекен-жайға келді. Бұрын соңды бұл жерде болмаған екен. Сыртынан қарасаң әдемі көрінбегенімен,
Жоғары қабатта орналасқан мейрамханаға кірген Айнұр көз алдындағы керемет көрініске қарап, таңырқағанын жасыра алмады. Көп қабатты ғимараттың шатырында орналасқан мейрамханадан ашылған көрініс керемет-ақ екен. Алыстан мұнартқан таулар мен тау етегінде орналасқан қала шамдары жалтырап, аспандағы жұлдыздармен ұштасып жатқандай. Таза ауада жайылған дастархан мен бойды елітетін әсем әуен жүрекке сондай жағымды естіледі. Бұған қолын көтеріп қарсы алуға асыққан Дарханда бүгін ерекше сәнді киініпті. Үстіндегі ақшыл жейдесі мен қою көк түсті шалбары денесіне сондай жарасып тұр. Айнұр, сен келмей қалама деп қатты уайымдап отыр едім. Келгенің қандай жақсы болды. Кел, төрлет деп, құрақ ұшып қарсы алған жігітке қолындағы сыйлығын ұсынып, жаюлы дастарханға жайғасты. Туған күн құрметіне аздап шарап ішсек қалай қарайсың? Тапсырыс берейін. Ой, жоқ, мен көлікпен келдім. Көп отыра алмаймын, тек сені құттықтап шығу үшін келдім. Осылай басталған кеште екеуі дәмді тағамдардан ләззат алып, ашық жарқын әңгімелесіп көңілді отырды. Баяу әнұрғағы мен вальс билеуге шыққан Айнұр Дарханның қолдарының дірілдегенін байқап, осыдан талай жыл бұрын болады екеніңде дәл осылай билеген билерінен кейін жарасып кеткендері есіне түсіп күлімсіреп қояды. Өзінен әлдеқайда бойы ұзын Дархан бұның шашынан иіскеп, өзіне тартқан кезде Айнұр оның жүрегінің тарсылын естігендей. Бойын біртүрлі сезім билеп, жігіттің кеудесіне басын сүйеп, әнұрғағымен баяу теңселіп жүр. Айнұр, сен сондай әдемісің, білесің бе деп, құлағына сыбырлаған жігітке таңырқап басын көтергені сол еді. Дархан сондай шапшаңдықпен бұның еріне жабыса кетті. Бір сәт денесі ду етіп, аяқ қолдарынан жан кетіп қалғандай болған Айнұр есін тез жия қойып, ерніне сүрекше жабысқан жігітті өзінен көштеп итеріп, Дархан, сенің бұның не? Мені қай басынғаның деп ашулана бұрылып кетіп, сөмкесін алып жүгіре басып мейрамханадан шығып кетті. Баспалдақпен жүгіре басып келе жатқан Айнұр бүгін мына жерге келгеніне өкініп, көлігіне жеткенше асықты. Айнұр деп соңынан жүгіре жөнелген Дарханның алдын даяшы қыз кес-кестегенін көз қиығымен байқаған ол, тездетіп көлігін оталдырып жүріп кетті. Үйіне жеткен соң төсегіне киімшең құлай кетіп, өз-өзін сыбап жатыр. Құдай-ау, жас қыздарша желігіп, өзі жете тани қоймаған жігіттің туған күніне барғанына жол болсын. Әрине, өзі келіп құшағына кірген әйелді кім басынбайды. Телефонына келіп түскен Дарханның Айнұр, кешірші. Өз-өзімді ұстай алмай қойдым. Кешірші мені деген хабарламасын оқып, телефонын өшіріп, лақтыра салды. Бірақ Дарханның өзін сүйіп алған сәті есіне түскен кезде жүрегі ерекше өрекпіп, беті алаулап кеткен ол салқын судың астында ұзақ тұрды. Ертеңінде жаттығуға бармауға бел буған ол, не істерін білмей үйде бос сенделіп жүрді де қойды. Дархан неше рет телефон шалса да тұтқаны көтермеді. Болаттың телефоны тағы да сөндірулі. Жанын қоярға жер таба алмай ештеңеге зауқы соқпаған ол көлігіне отырып, қала аралап келуге шықты. Ойы сансаққа жүгіріп, мазасызданып отырып, дәл жанына тақап келген көлікті байқамай қалыпты. Қақтығысып қала жаздап, шошып кеткен Айнұр есін жиып алмақшы болып, көлігін жол жиегіне тоқтатты. Терең дем алып, көзін жұмып біраз отырған соң ғана жан-жағына көз салды. Қай жаққа кетіп қалған? Қаланың орталығында орналасқан биік қонақ үйдің алдына келіп тоқтапты. Осы қалада туып өссе де осы қонақ үйдің ішіне кіріп көрмепті. Таңертеңнен нәр татпағаны есіне түсіп, осы қонақ үйге келіп түстеніп алғысы келіп, көлігінен түсіп, солай қарай бет алды. Екінші қабатта орналасқан шағын мейрамханаға келіп, тапсырыс беріп, терезеге қарап, үнсіз ойланып отыр. Мына жүрісіне жол болсын. Өз үйінен безініп, көше кезіп, тентіреп жүргені қай сасқаны. Неге кешеден бері өркпеген жүрегі басылмайды. Дарханды
Ойласа болды жүрегі тарсылай жөнелетіні несі. Құдай-ай, ол өзінің ұлы Арманнан 10 жас қана үлкен емес пе? Тіпті ол туралы ойлаудың өзі ұят емес пе? Кенет терезеден осы қонақ үйден құшақтасып, әлденені айтып, көңілден шыққан Жопқа қарап қалған ол, көзін уқалай бастады. Жоқ, еш қатесі жоқ, Болат қой. Қасындағы келіншектің құлағына әлденені сыбырлап күліп, белінен қапсыра құшақтап алып, алыстап бара жатқан күйеуіне қараған Айнұрдың астындағы жер қозғалып кеткендей демі тарылып, көзі қарауытып кетті. Сонда қалай болғаны? Жол сапарға кетті деген күйеуі танауының астында осы қалада нақсүйермен тайраңдап жүргені ме? Не деген опасыз, малғұн еді. Ішіндегі ашу-ызасы бетіне шығып, қызарып кеткен Айнұр даяшының әкелген тамағына да қарамай, қалтасынан бір уыс ақшаны тастай салып, жүгіріп көлігіне отырды. Болаттар кеткен жаққа қанша қарағанмен, олар көзіне көрінбеді. Машинаның рөліне басын қойып шарасыздықтан еңіреп жылап отырған Айнұрдың ойын шарылдаған телефон бұзды. Дархан ғой. Таңертеңнен үздіксіз телефон шалған Дарханның номеріне қарап отырып тұтқаны көтерді. Айнұр, өтінемін, тұтқаны қоймашы. Кешірші мені. Ақымақтық жасаппын. Қалай болғанын өзім де ұғына алмай қалдым. Жанұшыра жылдамдатып сөйлеп жатқан Дарханды тоқтатып, саған өзім хабарласамын деп тұтқаны қойды. Көз жасын сүртіп айнаға қарап қызарып кеткен бетін опалап біраз отырды да, шешімді түрде қонақ үйге кіріп, Болаттың жатқан номерін сұрап біліп алды. Қонақ үйдің есігінен көзін алмай 2 сағат отырған ол, көп адамның ішінен алшаң басып келе жатқан күйеуін жазбай таныды. Қасында күлімдеп келе жатқан келіншектің де өңі таныс сияқты. Бір жерден көргені әбден анық. Толықтау денелі, шашы иығына түскен. Әкетіп бара жатқан әдемілігі де шамалы. Қанша жыл отасқан жан-жары мен балаларын ұмытып, құшағына құлайтындай не сиқыры болды екен бұл сылқымның. Лықсып келген ашуын әрең тежеп, екеуі есіктен кіріп келгеннен соң 10 минуттай қимылсыз отырған Айнұр жүгіре басып бағана біліп алған номердің есігін қақты. Болғым. Кешіріңіз, сізге хат тастап кетті, деді даусын өзгертіп. Есікті ашқан белінен жоғары жалаңаш күйеуіне ашу-ызаға толы жанарымен қарап қалған Айнұр, қара бет, опасыз деп, тістене сыбырлап, бетіне былш еткізіп түкіріп, бұрыла сала жүгіре жөнелді. Айка, тоқташы деген күйеуіне қайырылып қарамады да, жүгіріп келіп, көлігін оталдырып орнына ұша жөнелді. Бірталай көшені басып өтіп, азғытып келіп, бір жерге келіп тоқтаған соң ғана өкіріп жылап жіберді. Телефоны үздіксіз шырылдауда. Бір қарап еді, Болат екенін көріп лақтыра салды. Көз алдына манағы көрініс қайта келіп, өксігін басы алар емес. Төсекте келіп отырған келіншекті де жазбай таныған. Күйеуімен бірге жұмыс істейді. Бірнеше рет отырыстарда бірге болған. Қателеспесем, ол да үйлі баранды еді ғой. Бұнымен жақын құрбысындай әңгімелесіп, Болатты мақтап, керемет құрметтейтінін айтып, қаламсып отырған түрі есіне түсіп, зығырданы қайнап кетті. Қалайша ғана дәті барды екен. Қашаннан бері екеуі бірге, тіпті сол отырыстың өзінде бетіне күліп қарап, ішінен бұны мазақ етіп отырды ма екен. Сансыз сұрақ, жүйкесін жегідей жеп өзегі өртеніп барады. Біраздан соң Айнұр бір шешімге келгендей, телефонын алып Дарханға, сен қайдасың? Я, ол жерді білемін, қазір келемін деп тұтқаны қойды. Қайта-қайта Болат телефон шала берген соң, телефонын өшіріп тастап, көлігін оталдырды. Дархан өзін кінәлі санап, қипақтап, есі шығып тұр. Бұның жылап-жылап өсіп кеткен көздеріне қарап, Айнұр, бәрі дұрыс па? Өңің кетіп қалыпты ғой, не болып қалды, деді алаңдап. Ештеңе де дұрыс емес деп бастап алған Айнұр, ішіндегі қайнап жатқан сырын бір-ақ ақтарып тастады. Іші босағанмен көңілі жайланар емес. Жанын қоярға жер таба алмай,
Отырғаны оны құшағына қысқан Дархан. Мынадай қалпыңмен қалай көлікті өзің жүргізіп келдің? Жүр, мен сені үйіңе жеткізіп тастайын. Бірдеңеге ұрынып қаларсың, деді жаймен. Жоқ Дархан, тек үйге емес. Мына түрімен балаларының көзіне қалай көрінем? Бір жерге барып, демалып алайыншы, шаршап кеттім деп. Кішкене баладай жәутеңдеп отырған Айнұрдың қолынан ұстап, орнынан тұрған Дарханның артынан ілесіп жүре берді. Екеуі Дарханның жалдамалы пәтеріне келді. Жұпыны ғана бөлменің іші тап-таза. Бәрі өз орнында. Тап-тұйнақтай жиналған бөлменің ортасында не істерін білмей тұрған Айнұрдың әлі бітіп, басы айналып кетті. Таңертеңнен қара суда ішпеген ол бүгінгі көрген сұмдықтан соң есін жия алмай, меңіреу адамдай теңселіп тұр. Айнұрға күлімдей қарап, енді патша сарай болмаса да тұрып жатқан жерім осы. Сен демалып ал, ештеңеге алаңдама. Бәрі орнына келер. Мен біраздан соң келемін деген Дархан бұны тастап өзі шығып кетті. Дарханның төсегіне құлай сала көзін таршымып жатқанымен жетесін жегідей жеген мұңсырақ миын жеп барады. Ары қарай не істеу керек? Есейіп қалған балаларына әкелерінің жасаған опасыздығын қалай түсіндіреді? Өтпелі кезеңде мектеп бітіремін деп дайындалып жүрген олар мына жағдайды қалай қабылдар екен? Бүгінгі көрген жағдайдан соң күйеуінің қасында түк болмағандай жүре алмасы айдан анық. Ал бірақ ажырасып кеткен күнде әкелеріне, бауыр басып қалған балаларына дұрыс тәрбие бере алады ма? Өмір бойы жұмыс істеп көрмеген бұл енді жанұяны асырардай қажы таба ала ма? Неге бүгін жан құрбысы Гүлжанға емес, Дарханға келіп мұңын шақты? Бұның осалдығын пайдаланбай өзі келіп тұрған келіншекті үйіне әкеліп тұрып, жағдайын жасап шығып кеткен Дарханның шынымен бұған деген көңілі бар ма? Кешегі қылығы ешқандай да басынғандық емес, шынымен де ғашықтық сезім бе? Неліктен Дархан ойласа өзінің жүрегі өркпіп кетеді. Бұның да жүрегінде оған деген сезім ұшқыны оянып үлгерді ме? Жауабы жоқ мұңсырақтан қалжырап ұйықтап кеткен Айнұр оянғанда күнала көлеңке болып кеш болып қалыпты. Анадай жерде дастархан басында отырған Дархан бұның оянғанын көріп, қасына келіп құшағына алды. Қалай? Кішкене демалып жеңілденіп қалдың ба? Дархан, кешірші мені. Проблемаммен сенің мазаңды алғаным дұрыс болмады. Кеш болып қалыпты ғой, мен қайтайын. Балалар алаңдап отырған шығар. Екі қолымен бұның бетінен ұстап, өзіне қаратып алған Дархан. Айнұр, мен сені алғаш көргеннен ұнатып қалдым. Кешегі қылығымда сені басынайын дегеннен емес, шын жүрегімнен шыққан талпыныс. Арам ойым болса, бүгінгі сенің жағдайыңды пайдаланар едім ғой. Бірақ мен сенің келісіміңсіз күйеуіңе деген ашуыңды өз пайдама жаратқым келмейді. Қандай шешім қабылдасаң да сенің тілеулесің боламын. Себебі сені шын сүйемін, деді ентігіп. Ыстық демі бетін шарпаған жігітке таңырқай қараған Айнұр оның жасына сай емес байсалдылығына тәнті болып, құшағына құлай кетті. Бірақ әлдебір көште жеп, аптыққан жүрегін басып, есін жиып, өзін қолына алған ол жігіттің құшағынан сатылып шығып, Дархан, мүмкін шынымен ақ сенің маған деген көңілің ақ шығар, бірақ мен сенің сезіміңді қабыл ала алмаймын. Арамыздың 13 жас екенін ұмытпа, мен сені жанашыр бауырым бар деп есептейін. Одан артықты менен талап етуінің өзі ұят. Алда не боларын өмір көрсетер. Бүгінгі күнге тағы да рахмет саған деп ентігіп, әр сөзін бөліп-бөліп айтқан ол екемге келмей, дірілдеп тұрған аяқтарын ақырын басып шығып кетті. Ішкі жан дүниесі, Айнұр, қайт. Сенде оны сүйіп қалғаныңды жоққа шығарма. Сенде бақытты болуға лайықтысың деп айқайлап жатса да, ішкі сезімін тұншықтырып көлігіне келіп отырды. Иә, бәрін дұрыс істеді. Бұның жүрегінде Дарханға деген сезім оянуы мүмкін емес. Онда ессіз махаббатқа бой алдыратын ақымақ емес бұл. Бұның бәрі күйеуіне деген реніш, ашу-ызадан туған дүние. Ешқандай шын сезім емес.
Өз-өзімен күбірлеп аласұрған жүрегін басып, терең дем алып, біраз отырды. Бағана лақтыра салған телефонын ашып қарап еді. Болаттың және қызының бірнеше рет телефон шалғанын көріп, дереу қызына хабарласты. Арғы жақтан: «Мама, сен қайдасың?» деп еңіреп жылаған дауыс естілді. Жүрегі тарсылдап, не болып қалды? Ағарке дұрыстап айтшы деп айқайып салды. Папам көлік апатына түсіп қалыпты. Ауруханадан хабарласты. Сені таба алмаған соң Арман мені үйге тастап, өзі ауруханаға кетті. Қазір келемін. Сыртқа шығып тұр, бірден ауруханаға кетеміз деп, асығыс көлігін от алдырды. Аурухана дәлізінде абдырап, есі шығып тұрған ұлы жылап жіберіп, құшақтай алды. «Мама, қайда жүрсің?» «Машинам істен шығып, телефонымның қуаты өшіп қалыпты». «Не дейді? Папаңды көрдің бе?» «Жоқ, отаға алып кетіпті. Әлі ешкім шыққан жоқ. 1 сағат болды». Екі баласын құшағына алып, беттерінен кезек сүйіп: «Алаңдамаңдар, бәрі жақсы болады» деп алдаусыратып қойғанымен көңілі алай-дүлей. Қанша иттік жасаса да 16 жыл отасқан жары балаларының әкесі емес пе? Шын көңілімен Аллаға жалбарынып, күйеуінің аман қалуын тілеп отырғанына біраз болды. Үрпесіп әкелерін уайымдап отырған балаларына қарап, өзінің Болатқа жіпсіз байлаулы екенін ұғынды. Ота бөлімінен шыққан дәрігерге жүгіріп барып, зор үмітпен қарап тұрған үшеуіне: «Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Жағдайы өте ауыр. Ендігі жағдай науқасқа байланысты. Өмірге құштарлығы болса есін жар» деген дәрігер шаршаңқы түрмен алыстай берді. Енді тек күту ғана қалды. Қолдан келер қайран болмаған соң балаларын үйге қайтарып, жансақта бөлімінің алдын күзетіп отырған Айнұрға Дархан хабарласты. Болған жайды баяндап, енді өзін мазаламауын өтінген Айнұр бәрін ұмытып, өмірін жаңа парақтан бастауға бел буды. Тек Болаты аман қалса екен. Балаларының бақыты үшін бәрін кешіреді, тек қана есін жиса екен. Осылай жабулы есікке жалтаңдап, жалбарынып отырып, таңды көзімен атырды. Бір орнында қозғалмай отырғаннан денесі ұйып, белі сынып барады. Бір кезде анадайдан өзіне күлімдеп келе жатқан Дарханды көріп таңырқағанын жасыра алмай: «Сен қайдан жүрсің?» «Таңғы 6 ғой» деді. «Саған тіс басар, ыстық шай алып келдім. Кешеден бері нәр сызбаған шығарсың. Кеше бауырым деп кетіп едің ғой. Осындайда іздемесем несіне бауыр боламын» деп көзін қысып, қотыңдап алған жігіт лезде салмақтыланып: «Айнұр, бәрі жақсы болады. Уайымдай бермеші» деп жанына жайғасты. Әкелген тамағын жегізіп, термосқа құйып әкелген қою күрең шайын ұсынған жігітке риза болған Айнұрдың да шаршағаны басылғандай, көңілі жадырап қалды. Екеуі әнені айтып күбірлесіп, есікке жалтаңдап қойып отыр. «Мама, папам қалай?» Дарханмен сөйлесіп отырып, қастарына келіп қалған қызын байқамай қалыпты. «Ағырке, сен қайдан жүрсің?» «Сендерге өзім хабарласамын дедім ғой, сабағың қайда?» деп сазып қалған Айнұр орнынан атып тұрды. «Сабаққа дейін саған соғып кетуге келдім. Папамды уайымдап ұйықтай алмадым. Саған тамақ алып келдім» деп Дарханға сұраулы көзбен қарап тұрған қызына: «Әзірге ешқандай өзгеріс жоқ, есін жиса айтамыз» деген. «Гаухар апайың тамақ беріп жіберіпті. Танысып қой. Мына кісі Дархан ағам. Гаухар апайыңның бауыры» деп өтірік айтқаны ұялып, қызарған өңін көрсеткісі келмей борылып кетті. «Сен алаңдамай сабағыңа бар, бәрі жақсы болады. Әкең оянғанда бірден телефон шаламын» деп қызын шығарып салды. «Сенің осында ересек қызың бар деген ұйықтасам түсіме кірмепті. Шыны керек, сені өзімнен азар болса 5 жасар үлкен шығар деп ойладым. Шынымен өте жас көрінесің. Ал қызың өзіңе тартыпты, өзің сияқты әдемі» деген Дарханға қатқыл дауыспен: «Сен де енді қайт, жұмысыңнан қаласың» деген бұған. «Құп болады апай. Бірақ өтірік айтқаның жөн болмады» деп жымиған ол. «Айнұр, бәрі жақсы болады, көп уайымдамашы. Тамақ ішуді ұмытып кетпе.
Сенің бұл жерде отырғаныңнан ештеңе өзгермейді. Біраздан соң үйіңе барып демалып ал. Балаларыңа әке ғана емес, шеше де керек екенін естен шығарма деп, үлкен ағасындай ақылын айтып кетуге ыңғайланды. Бұл күні де ештеңе өзгермеді. Есіктен шыққан әр дәрігерге жалтақтап, атып тұрып жандарына жүгіріп барып, бастарын шайқағаннан соң салы суға кетіп орнына отырып, жүріп кештің батқанын да білмей қалды. Кешкілік Гаухар құрбысы келіп, бұның қарсыласқанына қарамай үйіне алып кетті. Жолай, осы 2-3 күнде басынан өткенін ештеңені бөкпей қысқаша баяндап берген бұған. Да, подруга, өмірің Голливуд отдыхает болып кетіпті ғой. Болат, конечно, сволочь, но сенікі дұрыс емес. Балаға әке керек. Ничо, бәрі дұрыс болады. Болат есін жиса бірден хабарласады қыздар. Бәрімен келісіп кеттім. Так что сен қазір бар да ұйықта. Бар, проблеманы рет-ретмен шешу керек. Айтпақшы, мені бауырымен таныстыруды ұмытып кеттіп жүрме деп күліп, үйіне жеткізіп тастады. Балаларын тамақтандырып төсегінде ертеңгі күніне алаңдаумен жатқанмен арсыз ұйқы жеңіп үзіліп кетті. Осылай тағы да 2 күн өте шықты. Тек 3-ші күні таңертең, апай, күйеуіңіз өз-өзіне келді. 5 минутқа кіріп шықсаңыз болады деген медбикенің артынан бойының дірілін баса алмай жансақтау бөліміне кірген Айнұр бірнеше аппараттар қоршауында соп-сұр болып жатқан күйеуінің қасына келді. Көнектей болып өсіп кеткен бетіндегі сығырайған көздерінен бір тамшы жас шығып, жарылып кеткен дүрдеген еріндерімен естілер-естілместе сыбырлап, кешірші деген күйеуінің қолын үнсіз сипалай берген. Болат ауруханада ұзақ жатты, бірақ дәрігерлер оның алған жарақаттарына қарамай, өте жылдам сауығып келе жатқанына таңырқағандарын айтып, бәрі әйеліңіздің арқасы. Сіз осында түскеннен бері осы жердің тұрғыны болып кетті апайымыз деп, қалжыңдаған сайын әйеліне мейірлене қарап, көңілі марқайып қалатын ол тезірек үйіне шыққысы келіп, өзі де ерекше төзімділікпен ауруына төтеп беруге тырысты. Соның арқасында тек аяғын сылтып басатыны болмаса, басқа жарақаттарынан құлантаса айығып, ауруханадан шығатын күні де келіп жетті. Аман-есен үйіне шыққаннан біраз достары жиналатын болып, Айнұр бар өнерін салып, дастарханын жайнатып, қонақ күтуге дайындалып, сыр жүгіріп жүр. Қонақтар жиналып болып қалғанда Гаухармен бірге бір құшақ гүлін құшақтап кіріп келе жатқан Дарханды көріп, Айнұрдың көзі шарасынан шығып кете жаздап, жүрегі алқымына тірелді. Айнұрға гүлдерін табыстаған Дархан Гаухарға лесіп төргеге өте берді. Так, товарищи, минуточку внимания деп айқайлай кірген Гаухар Болаттың бетінен сүйіп, ал, аман-есен сауығып өз үйіңе оралуыңмен. Бүгін сенің 2-ші туған күнің, құттықтаймын. Бірақ бұл туған күн менің алтын подругамның арқасында болып жатыр. Солай емес пе, достар? Еші сол кісінің мен сияқты адал достарының арқасында. Сондықтан да мен өзіммен Айнұрға қиын кезде қол ұшын созған өзімнің бауырымды да ертіп келдім. Танысып қойыңыздар, аты Дархан деп, өзіне тән еркіндікпен дастархан басына жайғасты. Ары қарай бәрі қауқылдасып, түрлі тілектерін ақтарып, тәтті тағамдарға тамсанып, көңілді отырыс басталып кетті. Айнұр әрнені сылтауратып ас үй жаққа жүгіре берді. Төргі үйге кірсе Дарханмен көзі түйісіп қалса болды. Денесін ток соққандай, беті қызарып, абдырап қала берген соң, ол жаққа аяқ баспауға тырысты. Ас үйге артынан ілесе келген Гаухар: Айнұр-ау, саған не болған? Дарханға қарасаң болды помидор болып, жас қыздардай асып-сасып, қаша жөнелгеніңе жол болсын деді құлағына сыбырлап. Гаухар, бұның не? Неге оны мұнда ертіп келдің? Несі бар? Сені сұрап құлағымның етін жеп бітті. Қызай, кажется, шынымен сені сүйіп қалған сияқты. Енді бейшара сені көріп мауқын басып алсын. Қарағаннан өңің тайып кетпес деп сықылықтап күлді. Үзіліс кезінде Дарханның қызы Ақеркемен әлденені қызу талқылап тұрғанын көрген
Айнұр мына кештің тезірек өз мәресіне жетуін іштей тілеп, жылдамдатып шай қамына кірісті. Тіпті дарханның төр бөлмеге кірмегенін қалап, қызын да шақырмай, әп-сәтте шай дастарханын өзі жасап тастады. Екінші дастарханында дархан жаққа қарамауға тырысып, өтірік күлімсіреп отыра берді. Қонақтары риза болып қайтқан соң, қыз екеуі ыдыстарды жинастырып, ас үй жақта жүріп алды. Бұның мына қылығына риза болмай, шыдамсызданып, «Қыздар-ау, ертеңде күн бар емес пе? Жатып демалсаңдаршы» деп күйеуі қайта-қайта келгіштей берген соң, қызынан ұялып, еріксіз жатын бөлмеге бет алды. Ақырын келіп шешіне бастаған сол еді. «Жаным, сені қатты сағындым. Қасымда жүрсең де құшақтап, құмарымды қандыра алмай, қиналып кеттім ғой» деп, артынан келіп құшақтай алған Болат мойнынан, құлағының түбінен иіскелеп, қолдарымен қосанарын маждап, өзіне қарай тарта жөнелді. Мұндай кезде бұрындары балқи кететін денесі Болаттың қолдары тиген сайын шымырлап, домбыраның қылын тартқандай қатайып шыға келді. Оның мына жағдайын байқаған Болат: «Жаным, бәрі дұрыс па? Не болып қалды?» деді, ентігін баса алмай. «Болат, не болды деп сен менен сұрап тұрсың ба? Саған не болып қалды? Неге сен бәрін ұмыттың? Сонда сен ана әйелді де дәл осылай аймаладың ба?» Бетін ыстық жас шуып, өңешіне тірелген өксіктен демі тарылып кетті. «Қойшы жан, кешірші. Жаздым, жаңылдым. Сен мені кешірдім деп едің ғой» деп, есі шығып бетінен, көзінен шөпілдетіп сүйе жөнелген күйеуін өзінен итеріп жіберіп: «Болат, сен менің жүрегімді тесіп жібергеніңді ұғасың ба? Мен сені кешірдім дегеннен ол тесік бітеле қалам екен. Саған сенген көңіліме үңірейіп сыза түсіргеніңді білесің бе? Кешірдім сені дегенмен оның орны тола қалама. Сені бөтен әйелдің құшағында көрген көзімді ұмыту үшін ойып алып тастау қолыңнан келеді ме? Түсінген миымды өшірердей қауқарың бар ма?» «Жоқ, Болат, сен мені кешір. Мен қазір сенің құшағыңа кіруге дайын емес екенмін. Балаларым үшін, отбасымызды сақтап қалу үшін тырысып бағамын. Бірақ тек бүгін емес», деп егіліп жылап жіберді. Көз алдында шөгіп кеткендей болған Болат иығы салбырап, бөлмеден шығып кетті. Жылаған күйі көрпесіне оранған Айнұр теріс қарап жатып қалды. Болат сол беті бөлмеге қайта кірмеді. Таңертең балалар сабаққа кеткен соң екеуі оңаша қалғанда Болат келіп: «Айнұр, сенің көңіліңді қатты жаралағанымды түсінемін. Өзімді сенің орныңа қойып, түнімен өкінумен жүрегім өртеніп кетті. Бірақ өкінгеннен қайран бар ма? Түсінемін. Шайтан айдап кешпес қателікке бой алдырдым. Қолымнан келсе бәрін өзгертер едім. Бірақ өткенді өзгерту қолымнан келмейді. Мүмкін мені апатқа түсірген Алла сол қателігімді түзетсін. Күнәмді жуып шайсын деп қайта қайтарған болар. Алла берген мүмкіндікті зая кетірмеші. Енді өткенге қарап өкіне бермей, алдағы қарап бірге қадам басып көрейікші. Өтінемін. Маған сенші, сенің қадіріңе жетемін. Енді қарай көзіңнен жас шығармауға тырысамын» деді, көзіне тура қарап. Өзінің бұрынғы Болаты қайта келгендей, жүрегінің түкпірінен бір кішкене ұшқын алаулағандай Айнұр: «Иә, Алла кешіргенде мен кіммін?» деп, үнсіз Болаттың құшағына ене берді. Міне, содан бері 5 жыл өтті. Ұлы 20-ға толады деп қуанып, кешке келетін қонақтарына дастархан жаюдың қамымен жүгіріп жүрген Айнұр далада кәуіп пісіретін пешін дайындап болып, сылти басып келе жатқан күйеуіне қарап күлімсіреп қояды. «Немене, папасы? Құдай қаласа жақында ата-апа болып қалуымызда әбден мүмкін сияқты ғой. Ұлыңның бүгінгі сәнденген түрін көрдің бе? Несі бар? Болсақ боламыз да. Тек сені түріңе қарап тым жассың деп апалар қатарына кіргізбей қойып жүрмесе деп, еркелетіп маңдайынан сүйген күйеуі дайын еттерді алып далаға беттеді. Күйеуінің соңынан қарап тұрған Айнұр: «Тәубе, осы күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір» деп ойға шомып кеткен.
Күйеуін шын жүрегімен кешіріп татуласқан соң, мойнынан бір алып күш төскенде болған. Өмірге деген ынтызарлығы оянып, бұрынғыдай риясыз күлетін халге жетті. Үйлерінде болып кеткеннен соң бірнеше рет телефон çalған Дарханға қанша түсіндіруге тырысса да, мазасын ала берген соң телефонын бұғаттап тастады. Гаухар арқылы кездескісі келетінін айтып қоймаған соң құрбысына: «Гаухар, мен Болатпен бақыттымын. Маған одан басқа ешкім керек емес. Енді қайта маған Дархан туралы айтатын болсаң ренжіме», деп қатты айтып тастаған соң, ол да ақылға келген. Сөйтіп, сол үйлерінде көргеннен кейін қайта Дарханды кездестірмеді. Оның қайда екенінен де хабарсыз. Өзінің сол кезде ессіз махаббаттың жетегінде кетпей, ақылға салып, Болатты кешіре алғанына еш өкінбейді. Соның арқасында балалары керемет болып есейді. Бүгін арманы: бір қызбен кездесіп жүрмін, мүмкін таныстырармын деп еді. Ақеркек күліп: «Мүмкін екеумізге бірге таныстырсақ қалай болады? Менің де сүйгенім бар», деп жымиған. Арманның ғашығы барын бұрыннан білсе, Ақеркенің жаңалығы бұл үшін күтпеген тосын сый болып, не дерін білмей, аузына сөз түспей қалды. Міне бүгін қос құлыншағы өз қалауларын үйге ертіп келмекші. Сондықтан да ерекше қобалжып, не істеп, не қойғанын білмей әбігер болып жүр. Арманмен ілесе келген әдемі нәзік қыздың маңдайынан сүйіп, үйге кіргізіп алған ол болашақ келініне ұрланып қарап қояды. Алла бақтарын ашсын деп, ішінен бақыт тілеп риза болған Айнұр енді Ақеркенің келуін тосып жүр. Сыртқа есік ашылып, қызының артынан еріп келе жатқан жігітті көргенде қолындағы ыдысы жерге түсіп, өңі бозарып кетті. Дархан, дәл өзі. Аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей, қол аяғынан жан кетіп, жүрегі алқымына тірелді. Өңі бұзылып кеткен әйеліне бір, қызы мен Дарханға бір қараған Болат ештеңені ұға алмай тұр. Ақерке күлімдеп: «Мама, саған не болды? Бұл Дархан ғой. Сендер оны бұрыннан танисыңдар. Гаухар апайдың бауыры», деп анасының мына жағдайын ұға алмай әлек. Дарханның жанары өңменнен өтіп бара жатқандай көзін тайдырып алған Айнұр денсаулығы сыр бергенін айтып, төсегіне жатқан күйі орнынан тұрмады. Кештің сәні кетіп, жастар кетуге жиналды. Балаларды шығарып салып, Болат қасына келіп ұзақ отырғанымен, жұмған көзін ашпаған күйі жатып алған Айнұр ләмим деп тіс жармады. Ертеңінде қызын оңаша шақырып алып: «Қызым, Дарханмен қашаннан бері біргесің? Оның сенен қанша жас үлкен екенін білесің бе?» деді қатулана қарап. «Арамыз 11 жас. Бірақ мам, мен оны сүйемін. Махаббат жасқа қарамайды емес пе?» «Жоқ, мен қарсымын. Бүгіннен бастап онымен кездескеніңді доғар». «Мама, менің өміріме араласатындай қандай қақыңыз бар? Мен өзім білем, кіммен кездескім келетінін». «Қызым, тыңдашы. Ол сені сүймейді. Оның сені сүюі мүмкін емес». Неге олай ойлайсыз? Себебі сенің ойлағаның махаббат емес. Менің ойымша, ол сені алдап жүр. Ондай ессіз махаббатқа жол бере алмаймын. Айттым, бітті деген Айнұр сөз бітті дегендей орнынан тұрып кетті. Анасының мына мінезіне таң қалып, онымен келісе алмаған қызы ренжіп, анасынан сырт айналып кетті. Содан бері мазасы кеткен Айнұрдың мен мың сұрақ жеп барады. Не істесе екен? Өз ойынша Дархан бұдан өш алу үшін Ақеркенің басын айналдырып жүр. Бірақ мүмкін шынымен де Дархан қызын сүйіп қалса ше? Қызының оны шын сүйетіні көзінен білініп тұр. Қарсылық білдіріп, қызының бақытына балта шауып отырған жоқ па? Әлде Болатқа айтпаған сырын ашып, ақыл сұрап көрсем екен? Сонда не айтады? Тіпті шынымен де бұның жүрегінің түкпірінде сезім оты болды ма? Шынымен ақ, бұның жүрегінде елсіз махаббат орын теуіп еді. Оны өзі де ұқпайды. Бірақ Дарханды көрсе, әлі күнге жүрегі ерекше өрікпіп кетуін қоймаған. Әлде Дарханмен кездесіп анығын білсем екен? Әлде қайткен күнде де оны күйеу баласы ретінде
қабылдағысы келмейтіні бір аллаға хақ. Басы қатқан мұң сұраққа қандай жауап табысы екен.